Сәлем достар, менің есімім Гаухар және менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде бір қызық видео болады. Және де қасымда отырған кісіні таныстыра өтейін. Бұл менің жолдасым, есімі Ержан. Сәлем достар. Бірде айтсаңызшы. Каналыңызға қош келдік. Бүгінгі тақырыпты айта кетейін. Бүгінгі тақырып бізде диалект. Бұл кісі өзі Шымкенттен. Мен Атыраудікімін. Бірақ Алматыда тұрамыз. Иә, бірақ Алматыда тұрамыз. Батыс пен оңтүстіктің не дейміз оны? Диалектісі, иә? Миксі, иә. Негізінен біз уже Алматыда тұрып жатырғанымызға 9 жыл болды ма? Иә, 9 жыл болды. 9 жыл болды. Енді тіліміз кішкене, түсіміз дейін деп отырмын. Тіліміз кішкене өзгерді. Мысалы, мен батысқа барған кезде, Атырауға үйге барған кезде, үйдегілер бір-бірімен сөйлесіп жатқан кезде, бір-біріне ұрысып отырған сияқты болады да, бір қызық нәрселерді андай. Өзімді біртүрлі сезінемін ол жақта. Иә, ыңғайсыз. Құлағың үйренбей ма? Иә. Себебі уже Алматыда жүріп, кішкене тілім өзгерген. Бірақ бәрібір батыстың сөздерін әлі сол шеш деп сөйлеймін деген сияқты, бұл кісі сай деп сөйлейді. Алматыда сай деп сөйлейді? Иә, сол енді вообще. Бірақ батыс басқаша алады. Алматы оңтүстік қой енді. Вот, южандар, короче. Енді давайте бүгін біз, мен былай Ержанға айттым кеше, иә. Сіз 10 сөз дайындаңыз дедім. Оңтүстіктің мен мүмкін ол сөздерді білмеуім мүмкін, мағынасын мүмкін, білуім мүмкін, және мен 10 сөз дайындаймын батыс диалектісінен. Сөйтіп бір-бірімізге айтамыз да, ол сөздің мағынасын түсінуге, ашуға тырысамыз, короче. Сосын ол сөзді батыста қалай айтады, оңтүстікте қалай айтады. Вот сондай. Негізі мен тұрысқа шыққан кезде талай приколдар болған негізі. Прикол болған. Бастайық болу, кеттік баста бірінші сөз. Иә, бірінші сөз давайте сіз айтыңыз. Азанда деген сағат қаншада? Азанда деген адам ұйқыдан тұрған кезде. Ондай емес па? Неге солай болады? Азанда деген сағат таңғы 7-те. Солай ма не? Серьезно? Иә. Азанда деген ше. Келеміз. Дұрыс қой, адам ұйқыдан тұрғанда азанда деп айтады, 11-ге. Бізде басқаша, бізде 7-те. Азанда деген сағат бізде 7-те. Андай намаздың уақытына дым қатысы жоқ. Азанның уақытында де қатысы жоқ па? Мен бұрын солай ойлайтын, азанда дегенде, значит, намаздың уақыты кіреді, азан шақырылады, сол кезде айтатын шығар деп. Сөйтсе біреулер 11-де тұрды да, азанда тұрдым деп айта береткен ғой. Иә. Ал? Мен сөзім бар. 1-0. 1-0? Иә, білмейсің ғой, азанда деген сөз 7-те екен. Ладно. Давайте. Бірақ ол сөздің мағынасын сіз білесіз? Білесіз ғой, енді бір айтайын сонда да. Сүмелек. Сүмелек? Сүмелек деген неде батыс сөйтіп айта ма не сүмелек деп? Нені? Нені? Сондай сүмелек деп айта ма не? Сүмелектерді сүмелек деп айтады батыстар. Сүмелек деген енді бұл түсінікті сөз ғой, енді андай бір қалай айтсам, бір жігерсіз, бір сорлы деген сияқты мағынада ғой енді. Жоқ, ол сондай мағына ғой, синоним ғой. Тағы да бір нәрсе бар да, мысалы бір зат бар да. Не ол? Білмейсіз ба нешінен? Өткенде айттық қой біз соны. Өрмекшінің торы. Сүмелек дейді соны біздің Атырауда. Сүмелектерді тазала дейді. Сіздерде не деп айтады? Оны өрмекшінің ұясы дейді, өрмегі дейді. Біз біле ой нәрсе атын айтамыз біз. Өрмек. Бізде не үшін екен де сүмелек? Так, енді екінші сөз азанымен деген қаншада енді. Алты жарымда ма десең е? Азанмен алты жарым емес. Ты че жүнсің ба? Сағат азанда деген ол 7-те. Азанда деп болатын болса қаншада болады ол? 6-да. Ол екінен кетті. Шансым кеткенде дейсің е? Ол сағат 5-те. Ол сағат 5-те. Азанда деген. Сосын тағы да созсашы азанда деп созатын болса. Ондай жоқ па? Екі вариант па? Ол өтірік ол дейсің. Ну ладно, сол ма не дайындаған сөзіңіз? Азанда ма? Есіме түсотқандар сол отыр. Ну ладно. Онда давайте мен айтам да, екінші сөзім менің найс. Найс деген андай бір жынды деген шығар. Миғыла деген сияқты ма? Сіз басқа нәгөй деген сөзде шатастырасыз оны. Айтып қойдың ғой нәгөй деген сондай екен, значит, да? Нәгөй деген сөз бар еще. Білмеймін онда найс деген не екен.
Nice деген сөз бар, жақсы, әдемі, керемет ағылшын тілінде. Nice деп па? Как раз соның несі ғой, антонимі ғой. Nice деген сөздің. Nice деген андай фу, жаман деген сияқты мағына береді. Андай адамға қатысында айтылмайды даже. Нагой деген адамға қатысты айтылады. Nice деген бір затқа. Ой, nice деп, әлде адамға да қатысты айтыла ма? Ой, nice екен. Так. Келесі сөз. Бе орам. Бе орам. Қалай? Кәдімгідей? Бе орам. Бе орам? Иә. Бе орам? Бе орам. Вообще бір жерде естіп отырмын, сіз ондай сөз айтпайсыз ғой? Мен айтпаймын ғой енді ол сөзді. Мен азанда деген сөздің өзін айтпағаным уже 5-6 жыл болған шығар. Бірақ менде nice, нагой деп айтпаймын ғой дейсің да? Білмеймін. Бе орам. Орам сені? Бе орам деген бір орам деген сөз. Ешкім айтпайды ғой. Байқасаң, бірақ адамдар сөйлеген байқасаң, бе орам деп айтады. Бе орам? Бір орамды бе орам дейді. Ол диалект емес қой енді? Диалект. Бізде ғана сөйледі бе орам деп. Сен де айтамын солайна бе орам деп айтпайды ғой. Еще сіздерде құдай қаласа дегенді құда қаласа деп айтады. Құда қаласа деген жақты естеді. 3-0 болды. 3-1 болды ма? 3-1 болды. Білмеймін, санатқан жоқпын мен. Жарайды, кейін өзің қоясың ғой. Мен айтпақшы еще жазып алып едім ғой қазір. Ойбай, кәдімгідей шпаргалкада ойнап келіпсің ғой. Сосын уақ. Уақ? Уақ деген кішкентай деген сөз ғой? Иә. Бірақ сіздерде майда, біз магазинге барғанда біздер мысалға майдалап бересіз деп айтпаймыз, уақтап бересіз деп. Тура дегенде сіздер майдалап тура дейсіздер, біз уақтап тура деп айтамыз. Так, келесі сөз. Беймарал. Ол күшті көрем осы сөз. Беймарал. Мағынасын толық түсіндіріп айта аламын, бірақ та айтып көрейін, түсіндіріп көрейін. Беймарал деген андай. Бақ қызметі ғой, беймарал деген. Беймарал деген сөз. Біз почему-то бәрін созып өткенбіз, беймарал. Бәрін созып сөйлейсіздер. Бізде деген тарс курс. Беймарал деген андай ғой. На расслабоне деген ғой да. На расслабоне ғой, смело деген сөз. Смело, на расслабоне. Беймарал, отыра бер, беймарал келер деген сияқты. Үйдеміз ғой деп айтады да, сөйтіп беймарал. Короче. Так, енді мен айту керекпін ба? Иә. Так. Қандай сөздер бар еді? Сөздер мен тауып жақпын сен. Менің ба? Ол тауып алу не ма не? Сіз таппайтын қандай сөздер бар еді тағы, қандай не айтатын едік біздер? Нән деп айтамыз. Нән деген үлкен деген сөз ғой? Иә, дзәт деп айтамыз сосын. Дзәт деген не ол? Не ол деген сөз ба сонда? Или любой неге тұға бересің ба, контекстке тұға бересің ба? Дзәт деген ол вообще бар ғой андай. Универсальный слово ма? Универсальный ма? Любой жерге тұға беретін? Иә, вместо 1000 слов қолданылатын нәрсе ол дзәт. Ол чё за фигня деген сияқты сөзге дегі жүре береді. Или там дзәт керек деп айтсаң болады. Біреу саған приставать етіп атады бір нәрсе. И дзәті десең болады. Мен дзәтін шығарып жүрем қазір деп айтсаң болады. Еще главное не зат емес, дзәт болды. Дәт деген, сендер бәрін андай ағылшын ағылшын сияқтыстыр да? Найс дегенді найстан, зәт дегенді зәттан, иә? Иә. Зәт қой, короче. Зың. Не зыңды білем ғой? Шымкенттің қыздары зың. А сіз тәш деген сөзді білесіз ба? Жоқ, тәш деген білемін. Білмейсіз әне? Ақтаудың қыздары тәш деп қойсаң иә. Білмейсіз әне? Зыңның синонимі ғой тәш. Бірақ біздің Атырауда айтпайды оны. Ақтау жақта айтады тәш деп. Тәш болып тұрсын, тема зың болып тұрсын деген сөз ғой. Өз екеуі де 3 сөзден тұрады, 3 әріптен тұрады. Зың, тәш. Зың, тәш, иә. Тәш болып кетті. Тағындай бар. Сіз айтыңыз, мен айтам бәлді. Сіздің зыңыңызға мен тәш дедім, мен сіз айтасыз ғой. Тағы да. Тапшан. Тапшан бізде Атырауда, біз Атырауда айтпайды ондай сөз. Тапшан деген тапчан ғой кәдімгі. Не ол тапшан деген? Беседка. Беседка? Бірақ та орындығы жоқ беседка десем ба? Қалай орындығы жоқ? Жерге отыратын тапчан. Бізде жерде өтпейді. Енді? Бізде жердің үстінде отырады. Сәкі дегенді білесіз? Сол екеуі бір ғой, тапчан мен сәкі. Сіздерде сәкі деп айтамай? Сәкі деп айтпайды, тапчан. Достар, осымен біз видеомызды аяқтаймыз. Егер де екінші бөлімін күтетін болсаңыздар, оны да жазып кетіңіздер. Екінші бөлімін түсіруге тырысамыз. Еще біз айтпаған сөздерді төменге жазып кетсеңіздер болады. Оңтүстіктің диалектіндегі де, батыстың диалектіндегі де. Иә, көп сөз айтпадық біздер. Сол, көп рахмет, бір айтасыз тағы? Жоқ,
онда лайк сіз айтыңызшы күшті лайк басыңыз комментарий. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз, дизлайк басамыз, пікір білдіреміз. Төмендегі пікірге өздеріңізді ойларыңызды жазып кетіңіздер. Жақсы сау болыңыздар. Сіз таныстырамын ғой да? Иә. Что-то ұялып тұрмын мен. Ана объективті сүрткен жоқпын да жаңа. Нормально. Жүн жоқ па? Жоқ. Әдемі болып тұрмын ба? Маған жаппайды. Ояққа камера енді точно келмейді. Болды, давай бас. Тоже күліп отыр қазір күліп жүрек попроще түріңізді жасаңызшы, пожалуйста. Пошел ты, ё-моё. Дәріңді берейін ба, дәріңді? Күлкім келіп жатыр ғой енді. Не үшін күлкің келіп жатыр? Білмеймін, құрсын. Сізге күнде видео түсіріп жатқан жоқпыз ғой. Все, болды, давай, Бахар, соберись.